Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен әдеттегідей еп-тоғал тілеген және бүгінгі видеода мен көрермендердің сұрауы бойынша осындай 4×4 кубикке метод яу деген әдісті түсіретін боламын. Яғни ол әдісті Роберт Яу деген адам шығарған ғой. Сондықтан да оны метод яу деп атайды. Және бұл бүгінгі видеода сол туралы айтатын боламын. Ол әдістің қандай артықшылықтары бар, оны қарапайым фрислайспен салыстырған кезде қайсысы жылдамырақ, және ол әдісті үйренген кезде неден бастау керек, және тағы да басқа көптеген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал бастайық. Бүгінгі видеоны мен неге осындай әдіске арнадым? Себебі мен бестікке обучалка түсірген кезде сол видеоның соңында айтқан болатым. Егер сол бестікке түсірген обучалкамда көп просмотр болса, онда осындай метод яуға обучалка түсірем деп. Және жігіт сөзінде тұрады. Және қызық болсын деп кеше сол туралы шот салып едім. 5 минуттың ішінде 400-ден аса просмотр жиналыпты. Қолдауларыңызға көп рахмет. Ал біз бастаймыз. Қазір бірінші көрсетіп өтейін, олардың қандай айырмашылығы бар. Бірден айтып кетерім. Егер осындай метод яу деген, ол негізі мықты куберлерге арналған жылдам әдіс. Оны үйрену үшін ең бірінші сіздер төрттікті қарапайым новичковый методпен құрай алуларыңыз керек. Яғни оны біздің спидкуберлер тілімен фрислайс деп атайды. Және де төрттікті жақсы құрауларыңыз керек, және үштікті, бестікті құрай алуларыңыз керек. Егер оны құрай алмасаңыздар, бұл әдісті үйрену өте қиын болады. Ондай болса, бұл видеоны тоқтата тұрып, менің басқа видеоларымды көріп кетулеріңізге болады. Ал біз бастаймыз. Кубикті араластырып жіберейін. Тағы да бір айтып кетерім, бұл видео мықты әдіс туралы болғандықтан, мен мұнда негізгі жағдайларды қарастырып отырмаймын. Мысалы, центрлерді қалай құрау керек, қабырғаларын қалай құрау керек дегендей. Оның барлығы менің төрттікке түсірген обучалкамда бар. Содан көріп кетулеріңізге болады. Ал енді бір қызық көрсетіп жіберейін. Кубик осылай өздігімен өз құра ала қалады. Осымен обучалка бітті. Көріскенше күн жақсы. Сау саламатта болайық деп кеткен соң. Қалжың. Бұл жай фокус болатын. Байқап отқан адамдар болса, менде 2×4 бар, және 3-ші төрттік бар. Мынау 2×4. Олар Мафанганың Warrior сериясынан алынған төрттіктер. Мынау эмблемасы қара болып тұрған ол жаңасы, ал мынау сырланып кеткені ол менің ескі төрттігім. Сонымен мен ең басынан жаттыққам. Ал мынау 3-ші төрттік. Мықты куберлер біліп отқан шығар оның қандай екен. Бұл Rubix деген компанияның төрттігі. Бұны мен алдыңғы видеоларымда да айтып кеткен болатынмын. Ал енді көрсетіп шығайын. Мынау ескі кубигімді мен фрислайспен көрсетім, ал жаңа кубигімді метод яуды көрсетіп отырам. Ал бастайық. Олардың қандай айырмашылығы бар?
Мін екі әдістің бас жағы бір-біріне ұқсайды. Ол екеуінде де біз бірінші ақ пен сары центрлерін құрап алатынбыз. Яғни екі қарама-қарсы түстердің центрлерін құрайтынбыз. Ал әрі қарай уже сәл өзгешеліктер басталады. Қазір көрсетіп кетейін. Әрі қарай біз навичковый методта немесе фрислайста толығымен барлық 6 центрлерін құрап шығатынбыз. Ал қабырғаларын кейінірек құрайтынбыз. Ал метод яуымен құрастырған кезде біз мынау 2 центрін құрап алғаннан кейін плюстың 3 қабырғасын, яғни 3 ұшын жасай алатынбыз. Мысалы, мұнда жасыл, қызыл және сәбіз түстен. Және осы бос слоттың арқасында өстіп қарап отыру арқылы қалған центрлерін құрап шығамыз. Қазір көрсетейін. Одан кейін біз қарапайым әдісте осындай үстіңгі бөлік, яғни ақ жағында 4 қабырғасын, астыңғы бөлігінде және үстіңгі бөлігінде 4 қабырғасын құрап алатынбыз. Ал шеткі қабырғаларына тиіспейтінбіз. Ал метод яуда біз мынау бос слот арқылы центрлерін құрап біткеннен кейін плюстың 4-ші қабырғасын жасап, оны орнына қоятынбыз. Ал одан кейін біз мына жерде шеткі қабырғаларын құрап алсақ, ал мынау метод яуда біз өстіп 2 слойын жылыштық қойып, соған қабырғаларын әкеп біріктіріп отырамыз. Айырмашылығы сонда. Қазір көрсетейін. Мін. Біз новичковый методта одан кейін осы қалған 4 қабырғасын құрап, 4-тікті қарапайым 3-тік сияқты құрап кететінбіз. Ал мынау метод яуда тура сондай жағдай. Мынау қалған 8 қабырғасын құрадық та, онда да 3-тіктің этабы басталады. Бірақ бұлардың айырмашылығы неде? Бүйтіп қарасақ, фрислайспен құраған кезде бізде мынау қабырғалары әр түрлі болатын, және бізде не дайым плюс жоқ, не дайым пара жоқ. Ал метод яуымен қарасақ, мұнда біріншіден плюс дайын тұр. Мін, екіншіден бір барушы дайын тұр. Ал мықты көберлер бұл жерден тіпті X кросс жасап жібере алады. Айырмашылығы сонда. Сондықтан да бұл әдіс уақытты жылдамдатады десек те болады. Ең басында бұл әдісті үйрене бастаған кезде сіздердің уақыттарыңыз біраз кемуі мүмкін, яғни артуы мүмкін. Мысалы, 2 минутта құрап жүрген адам 3 минутқа дейін уақытты өзгеруі мүмкін. Неге? Өйткені әдістер қиын, жүрістер таныс емес, сондықтан да бұл орынды жағдай. Менде бірлеттері. Фрислайспен өзімде новичок болған кезде 3 минутта құрап жүргем. Ал сосын метод яуға көшер кезде, бастап үйрене бастаған кезде 3 минут 20 секунд деп уақытым жаман болып кетті. Ал одан кейін толыққанды үйреніп біткеннен кейін, қазір Аллаға шүкір 1 минутта спокойно шағым 4-тікті. Алла қаласа 40 секундқа дейін түсіретін жоспарым бар. Ал енді көрсетіп кетейін бұл әдісті қалай шешетін. Яғни қалай болатын. Бүгінгі видеода OLL паритетті, PLL паритетті қалай шешетін туралы айтпаймын. Себебі ол туралы 4-тікке обучалка түсірген кезде айтқан болатынмын. Ал бастайық. Тағы да бір айтып кетерім. Новичковый методтан осы мықты әдіске көшкен кезде сіздер ең алдымен 3-тікті де жақсы құрай алуларыңыз керек. Себебі F2L, OLL, PLL дегендерді жақсы білмесеңіздер, онда бұл әдістің барлық фишкалары кетеді. Өйткені мысалы F2L-да бүйтіп тұрып қалсаңыздар, онда плюсті құраған уақыт аса рөл ойнамай қалады. Сондықтан да бұл әдісті үйренер кезде ең бірінші 3-тіктен бастаңыздар.
Ал енді көрсетіп шығайын. Мін, мысалы мына жерде араласып тұрған кубикті біз осындай екі сызықты көріп тұрмыз, екі элементті. Және мына жерде бір бөлік, екінші бөлік біріктіреміз. Және мына полоскамен қосамыз. Ақ центр дайын. Енді мына жерден екінші полоска. Мына жерде тағы біреуі тұр екен. Сосын оны да орнына қоямыз. Енді мына жерде бір жақсы сәті, мынау элементтерді бір рет қана бірақ қоя салуға болады. Мысалы, мынау екеуі мұнда тұр ғой. Оны бүйтіп көтеріп атудың керегі жоқ. Өйткені бұзатында ештеңе жоқ. Сондықтан да бүйтіп екі оборотты жібереміз. Және өстіп екі слоймен қоса саламыз. Осындай қабырғасы шығады. Әзірше мынау центрлеріне қарамаймыз. Және оны бүйтіп өз орнына қоямыз. Бір бөлігі дайын. Мынау центрдің керегі жоқ әзірше. Енді мына жерде бір жасыл, мына жерде тағы бір жасыл. Мынаны түсіреміз, қосамыз. Тағы да бір қабырғасы шығады. Оны жасылдың, қызылдың қасына қоямыз. Ал түстерді ұмытып қалсам не істеймін деп сұрайтын адамдар болса, онда үштікке қарап отыруларыңызға болады. Мін, ақ, қызыл және оның оң жағында жасыл болады. Тура сол сияқты. Ал егер үштік болмаса, мынау ақ бұрыштарына қарауларыңызға болады. Сол үлкен пайдасын тигізеді. Мін. Өстіп, мұнда сәбіз қабырғасы да тұр. Енді бұлай қарасақ, плюстың үш қыры дайын. Сәбіз, жасыл және қызыл. Ал көкті әлі құрамаймыз. Себебі осы бос бөлік арқылы біз бұрап отыратын боламыз. Бұл жерде мұқият болу керек. Себебі мынау қабырғаларын байқамай бұзып алуға болады. Өзімде новичок болған кезде сондай нәрселер болған. Енді қараймыз. Мына жерде осындай бір бөлігі тұр, мұнда екінші бөлігі тұр. Бос орынды әкеп аламыз. Яғни осы емін-еркін қозғалатын. Өстіп бұраймыз. Мына жердегі сортқа қайтарамыз. Сонда бізде сәбіз центрі дайын болады. Енді мына жерде бір жасылды көріп тұрмын. Екінші жасыл. Бұраймыз. Түсірем. Қайтарамыз. Енді мына жерде қызыл. Және мына жерде тағы да бір қызыл. Түсіреміз. Бұлай қайтарамыз. Енді бос орынды бүйтіп әкеп аламыз. Сол екінші полоскасында қоя саламыз. Түк қиындығы жоқ. Бұл новичковый методқа тән нәрсе болғандықтан, бұған аса тоқталып отырмаймын. Және мына жерде енді соңғы плюстың төртінші қабырғасына әкеп, өстіп түсіріп, орнына қоя саламыз. Болды. Енді бар қызық жері осында басталады. Мін, біз өстіп ақ жағын астына, сары жағын үстіне қаратамыз да, үстіңгі жағын сағат тілімен екі слоймен бұраймыз. Сонда мынау бөлігі мына жаққа, мынау бөлігі мында кетіп қалу керек. Сосын мұнда мысалы қараймыз. Сары, сәбіз. Бүйтіп келген кезде мынау астыңғы бөлігінде сары мен сәбіз элемент болу керек. Ал мына жерде. Және біз оны бүйтіп қарапайым новичковый методтағыдай толық емес антипифпафпен түсіре саламыз. Болды. Енді қараймыз. Мынау сол жағында үстіңгі бөлігінде жасыл, қызыл қабырғасы. Мына жерде жасыл мен қызыл болу керек. Енді үстінен қараймыз. Мін, үстінде бар екен. Оны орнына қоямыз. Енді мына жерде сәбіз және жасыл элемент. Мұнда да тура сол керек. Мына жерде бар екен ол. Көтереміз, бұлай қайтарамыз. Және бұл жерде қателесіп кетпес үшін санап отыруларыңызға болады.
міне мұнда біреуін қойдық, екіншісін қойдық, үшіншісін қойдық. 3 рет қойғаннан кейін мынау үстіңгі слойын сағаттарына қарсы бұраймыз. Болды. Сонда өстіп бұраған кезде мынау қабырғалар тұра қалады. Ал егер мысалы бұраған кезде үшеуі тұрды, төртіншісі тұрмай қалды делік. Ондай кезде не істейміз? Ондай кезде былай жасаймыз. Мынау сары мен қызыл тұр ғой. Мына жерде тағы да біреу. Соны центрлер құралған күйінде өстіп түсіреміз. Сонда осылай біріктірген кезде олған жұп элементі шығады. Және мына жерде бұл жолы сағат тіліне қарсы бұраймыз да мынау түсіне қараймыз. Сары, жасыл. Ал мен. Оны бүйтіп әкеп, сол жағынан қоя саламыз. И біріктіреміз. Сонда мынау да дайын, мынау да дайын, анау да құралған. Артықшылығы осыда. Қыз тағы да бір рет көрсетіп кетейін. Ал бүйтіп құрап атқан кезде элементтер болмаса не істейміз? Қыз. Міне. Мынаны бүйтіп жылыштамыз. Мұнда көк, қызыл элемент. Оны бүйтіп қоямыз. Мұнда сәбіз, жасыл, ол дұрыс тұр. Оны да бүйтіп қоямыз. Қызыл, жасыл. Міне оның қабырғасы мына жерде тұр екен. Оны бүйтіп қоямыз. И біріктіреміз. Мен жаңа айтқан жағдай, осындай бір бөлігі дұрыс тұрған жоқ. Ондай кезде мынау сәбіз бен сары түсі бар бір бөлігін аламыз да біріктіреміз. Бүйтіп әкелеміз, қайтарамыз. Сонда мынау құралады. Ал тек осы екі қабырғасы қалған кезде не істейтін? Мен төрттікке обучалка түсірген кезде айтқан болатынмын. Бүйтіп екі слоймен жылыштамыз. Және сосын флип деген формуланы жасаймыз. Сонда болды, мынау екеуі құрала қалады. Бұған да тоқталып отырмайым. Себебі алдыңғы видеоларымда айтқан болатынмын. Қазір тағы да бір жағдайды көрсетейін. Төрттікті құрап атқан кезде мынандай жағдай болуы да мүмкін. Мынау бөлігін бүйтіп жылыштамыз ғой. Және мұнда сары, көк элементі бар. Ал оның қабырғасы үстінде жоқ. Ол мына жерде тұр. Ондай кезде не істейміз? Ондай кезде мынау екі слоймен жібереміз де мынаны өстіп апарып екі слоймен қайтара саламыз. Болды. Және әрі қарай түк болмағандай құрай береміз. Ал егер мынандай жағдай тағы да қайталанса не істейміз? Онда мынау қабырғасы құралмады делік. Онда осы бос слот арқылы мұнда тұрған бөлігін бүйтіп көтереміз, шығарып аламыз. Осында қайтара саламыз. Болды. Және бүйтіп шығарған кезде мына бөлігі оң жаққа қарай кетіп қалды. Сондықтан да оны бүйтіп қайтарамыз. Енді мына бөлігін өстіп қойып аламыз. Ал егер бір бөліктер тұрмай атса, онда өстіп қарапайым фрислайстағыдай шеше салуға болады. Екі немесе үш қабырғасы қалса, өстей салуға болады. Болды. Әрі қарай қарапайым үштіктің методы сияқты шеше береміз. Ешқандай жаңа формулалар қосылмайды үштікке келген кезде. Ойлы. Әрі қарай пиелі. Түк қиындығы жоқ. Негізі фристайлайз бен метод деу бір-біріне ұқсайды. Сондықтан да егер сіздер навичковый методты жақсы білсеңіздер, бұл жаңа әдісте оңай болады.
Егер бірнеңе түсініксіз болып жатса, сұрай беріңіздер. Мен бүкіл комментарийді оқимын. Ал егер толыққанды көргілеріңіз келсе, ютубтан іздеулеріңізге болады. Метод Yao для кубика 4×4 деп. Сонда шығады. Мысалы, өзім бұл әдісті Кубик ТВ деген каналдан үйренгім. Сонда бәрін толыққанды жақсы түсіндіреді. Енді бір сборка жасап жүрейін. Сонда бәрі түсінікті болады. Мысалы, мынанда 2 полоска тұр. Мұнда бір бөлік, мұнда екінші бөлігі тұр. Соны әкеп аламыз. Біріктіреміз, қосамыз. Және қарасақ, мына жерде сары бөлігі тұр екен. Мін бір бөлігі, екінші бөлігі. Оларды да біріктіреміз, қайтарамыз. Плюстың бір бөлігі, мін екінші бөлігі де тұр екен. Біріктіреміз. Мынау екеуін қосамыз. Енді мына жерде ақ пен қызыл қабырғалар тұр екен. Біріктіреміз. Орнына қоямыз. Енді осы бос слот арқылы құраймыз. Мұнда қызыл түсі құралайын деп тұр екен. Құраймыз. Өстіп екі слоймен түсіріп аламыз. Сосын қайтарамыз. Мына жерде де екі сызық уже дайын тұр екен. Және осы екі элементті осы бос слот арқылы орнына қоямыз. Енді қараймыз. Мына жерде бір сәбіз бөлігі тұр екен. Мін. Оны апарып орнына қоямыз. И бүйтіп түсіреміз. Сонда бізде плюс және осы 6 центрді шығады. Енді мына жерде екі слоймен үстін сағат тіліне бұраймыз. Енді қарап тұрсақ, үстінде қызыл мен көк түсі бар, қабырғасы жоқ екен. Сондықтан да оны бүйтіп аламыз. Бүйтіп қоямыз. Енді осындай әдістермен құрай салуға болады. Сонда бізде екі қабырғасы қалады. Қалғанның бәрі құралған. Оны бүйтіп қарапайым флип арқылы құрай салуға болады. Мін. Әрі қарай бізде уже үштіктің этабы кететіндіктен түк қиындығы жоқ. Плюс уже дайын болғандықтан бұл әдіс өте жақсы. Мықты куберлердің осы әдіспен құрайды. Төрттікпен қойылған мировой рекордтердің өзі осы метод Yao деген әдіспен құралған. Сондықтан да бұл әдісті үйреніп алуға кеңес беремін. Ол өте жақсы. Бұл әдісті бір күнде ақ үйреніп алам, бір аптада үйреніп алам, бір айда үйреніп алам деген ол дұрыс емес. Ол әдіс өте қиын. Сондықтан да мен сияқты тез құрау үшін және одан да мықты құрау үшін, рекордтар қою үшін көп дайындалу керек. Бір обучалка қарапайым адамды мировой рекордсмен қылмайды. Ол үшін көп еңбек ету керек. Өзімде сөйтіп еңбек еткеннің арқасында 5 жылда осындай деңгейге дейін көтеріліп алдым. Және кубикті жай бұрағанның өзі осындай болады. Ал енді қорытындылайық. Бүгін мен осындай төрттікті қалай жылдамырақ құрастыруға болатыны туралы және метод Yao туралы айтқан болатынмын.
және кейбір қызықты сұрақтарға жауап беріп, пайдалы кеңестер бердім. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Және тағы да бір қосып айтарым, бұл әдісті тек қана 4-тікте емес, 5-тікте, 6-лықта және 7-лікте де қолдана беруге болады. Бірақ ол сәл қиынырақ болғандықтан, 7-ліктен бастап мықты куберлердің өзі FreeSlice-пен құрайды. Солай оңайырақ. Әр адам өзіне ұнайтын әдісті таңдайды ғой. Біреуге FreeSlice ұнайды, кейбіреулеріне Methodio. Өзіме екінші әдіс көбірек ұнайды. Ал енді аяқтайын. Көріскенше күн жақсы, сау саламатта болайық. Егер бірдеңе түсініксіз болып жатса, сұрай беріңіздер.